Насырен сүрме. Барлықтарыңызға көп рахмет. Маған қандай тілек тілейсіздер, сіздерге де сондай жақсы тілек тілеймін. Бақытты болыңдар. Микрофонды орныға жайғасыңдар. Арайлым, бүгін жазылып келдің ғой. Қалай Сайдай ханым, жұма мүбәрәк болсын. Шынымен де кеше кішкене ауырып қалған болатынмын. Ұшынып қалу деген сияқты. Сол бүгін жақсымын. Каждый жұма сайын негізі үміткер келеді. Бүгін бір үміткер келе ма деп әдемі болып отырмын. Негізі бар ғой, қатысушылар эфирге дейін де сендердің билеріңді бақ. Не келеді, қандай өнер келеді, соны көрсетіп жатыр, болды. Өйтіп қатты сөкпей қойыңыздар, өйткені түсінемін, 32 жаста бізде, мен де 32 жаста, бұл да 32 жаста, тоже шыңғыс айтып кетіп жатсың ғой. Мен ойлаймын, Мөлдір өзінің қызына жеткілікті тәрбие беріп жатыр. Ол тәрбиесіне араласпай қойыңдар. Данияр айтып жатсың ғой, тәрбие жағынан дегенде, онда ортада біреу тәрбиесін бұзылып жатса, сен біреуге аттап, оны ештеңе айтпай қой, всегда қолдап жүр. Арасында Мөлдір неге мәз болып отырсың, ұялсайшы деп жазған кісілер де бар екен. Ұятсыз би емес қой дейді. Енді кейбір көрермендерім сенің жаңағы парақшаңа өтіп көріп жатқан кісілер де бар екен арасында. Мөлдір өте нәзік жан, билегенде тұрған не бар? Биде спорт депті. Мен негізі еще бағана айтайын деген фитнесқа, биге, специально хай хилс қыздар барып жатады ғой, биге специально. Менде уақыт жоқ баратын. Сол үшін мен үйде билеймін. Бір шетінен стресс шығарамын, билеймін. Қызымды да тастайтын жер жоқ қой енді. Қызым үйде жүреді, екеуміз бірге қызыммен де уақыт өткіземін. Сондай маған удобно да үйде билеген. Фитнесқа барғанға менде уақыт жоқ, биге баратын уақытым жоқ. Сол үшін үйде билеймін. Ол да бір спорттың түрі деп қабылдасаңыздар. Мирлан, қайтадан жазсаңыз, оқымай қалдыңыздың негізі. Моля молодец қой, просто нағыз еркек сияқты жігіттер айтса екен дейм деп қолдап жатыр екен. Енді Мөлдір кетсін жобадан деген кісілер де бар арасында. 50-50 болып жатыр деп айтайық. Бейшін енді жобадан шығарып жүрсе, мен білмеймін, енді ода тұрған ештеңке жоқ шығар. Халық ондай қатты не болмасаңыздар деймін да, біздің агрессияға қатты беріледі да халық. Әркім өз несіне байланысты ғой, қалай қабылдайсың. Оны как искусство, би, талант ретінде қабылдаса. Алия деген көрерменіміз, Мөлдір тәрбиелі, бірақ тек қана бізде иман деген болады. Содан ажырап қалмайықшы, қазақ арулары деп жазыпты. Иман деп бағанада айтып жатыр ғой, әуретті жерлер деп. Ол жерде мен әуретті жерлерім көрінбейді. Тек ішімнің кішкентай ғана часть, как восточный би сияқты ішімді өзімше ашып қойған түрім ғой. Восточный киім жоқ, сол восточный костюм алуым керек енді, обязательно. Енді бұл жақта барлығы саған енді 50-50 деп айтайын. Өзің де бүйтіп оқып қарасаң болады. Жақсы қолдап жатыр, жартысы. Ол өмірде де сондай ғой, Мадин мырза. Ол барлық жерде сондай. Жақсы жақ всегда болады, жаман жақ тоже всегда болады. Елдер басқа жақтан да басқа елден жазып жатыр. Мынандай сұрақта, басқа елдер де Қырғыз елінен, Қарақалпақстаннан көреді, бізде Өзбекстаннан көреді, СНГ-дан көреді, көп бізде көретін көрермендер. Рахмет үлкен, Енді қымбат көрермен, сіздердің енді мына бүкіл жазып жатқан сөздеріңіздің барлығын оқып үлгермейтін сияқтымын. Мөлдір мынандай сұрақ қойыңызшы, жаңа көзіңе жас келді ғой. Енді қаншама бұл бағдарламада отырғаннан кейін ауыр пікірлер айтылатынын білесің. Ал қай сөз сенің бір көңіліңе тиді? Әрине қызымды айтқанда. Қандай тәрбие бересің? Қайттан жылы. Қызыңа қандай тәрбие бересің, қандай анасың десе маған қатты тиеді. Сол. Негізінде қызың қанша жаста? 5-те. Енді 5-тегі қыз бәрін түсінетін жасқа келді. Мен қызым наоборот ашық болса деймін. Мен өзімді тәрбиелеп жүрмін соңғы уақытта. Кітап оқымайтын, кітап оқып жүрмін. Ашылып билемейтін, ашылып билеп жүрмін. Наоборот, қызым сондай ашық болса деймін. Ұялмай, қысылмай, открытая болса. Ертең жасырын билеп жүрген қызым мен қаламаймын. Қызымда да ондай өнер бар. Ашық болса деймін. Енді қандай анасың деп жатыр ғой енді. Неше түрлі ауыр сөздер келіп жатыр. Ата-ана өзінің баласы үшін жаңағы айтылған сөз бір атылған оқтай болып тиетіні ол рас. Мөлдір, болашақта қызыңды қандай мамандық иесі ретінде елестете аласың? Қызымды актриса, потому что өзі де жақсы көреді соны. Мен өзіме видео түсіріп жатсам, мен де түсірші. Қызымды салмаймын, потому что көз тиеді ма деймін, әлі кішкентай да. Енді мен де ата-анамын ғой, бірақ кез келген айтылған сөз қатты тиеді. Біздің де қатысушыларымыздың айтқан сөзі де кішкене қатты тигенін байқап отырмын ол жағынан. Енді әркімнің ойы әртүрлі ғой. Біз мына жақта қанша қатысушы болсақ, бәріміздің ойымыз әртүрлі. Біз всегда бір жерден ойымыз шықпайды. Ол дұрыс. Қоғамда да сондай ғой, біздің өмірде де сондай.